рет ұстап бетін ашқан оқулығы әліппе барлық ғылымның атасы, болашағымыздың негізі. Әліппені аяқтау ертеңгілігіне қош келіпсіздер. Осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын қысыла да, қызыға да аттаған бірі отбасының тұңғышы, бірі отбасының кенжесі, ата-әжесінің сүйікті де еркесі болып жүрген бұл қыздарымыз өздерінің ең алғашқы оқулығы болған әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Ендеше кішкентай бүлдіршіндеріміздің білім өлкесіне қарай басқан алғашқы қадамдары құтты болсын. Рахмет саған, әліппе атты ертеңгілігімізді бастаймыз. Ешкі жүні бөртеде, орманда екі үй болыпты, біреуі көк, біреуі қызыл. Көк үйде дауыссыз дыбыстар, ал қызыл үйде дауысты дыбыстар тұрыпты. Олардың атасы әліппе деген ана болыпты. Осы екі үйдің қызыл ішіктегі әріптері дауыс шығарып, көңілді тұрыпты. Ал көк үйдегі әріптері үнсіз өмір сүріпті. Мұны көрген әліппе, мен осы екі үйдегі әріптерді араластырсам, не болар екен деп ойланып, араластырыпты. Сөйтсе, ғажап бір жайға куә болыпты. Әріптер сөйлей жөнеліпті. Осылайша әріптерде сөзден сөйлем пайда болыпты. Ал ендеше балалар, біз 4 ай бойы оқығанымызды, үйренгенімізді бір тексеріп алайық, балалар. Бізде қазақ тілінде балалар қанша әріп бар? Ой, жарайсыңдар. У дыбысы бізде қандай дыбыс? Екі дыбыстан тұратын әріптеріміз қандай? Дыбыс бермейтін әріптер? Дұрыс. Біз дыбыстарды нешеге бөлдік? Жарайсыңдар. Бізде әріптен не құралады, балалар? Жарайсыңдар. Ал сендерге енді және бір сұрақ қояйын. Іші толған әріпке әлемдегі жарық не? Болашаққа жол ашар? Ендеше біз балалар өзіміздің сүйікті әріптерімізді ортамызға шақырып алайық. Әліппе келді ортаға. Жақсы біліп көрімдік, болсын бізге қалайық. Не үйреніп, не білдік, қане ортаға салайық. Бар кітапқа бос болған әліппе ғылым анасы, әліппеде басталған данасын данасы. Білсе өте елімнің ердің басы танылдым, көк баяқты қазақтың ұлпағын. Енді біз жаза білеміз, әліпті қосып әліппедегі сан өрсектің. Әліппені алып қолыма білімнің ақсын есігін, ақынет тілеп жолыма жазылды тұңғыш есігін. Ыстық әрбір беттерің, жазуыңды оғам, ақыл бердің әліппе, ақыл де мұғалім.
Ендігі кезекте біздің гимнастика билейтін Аружан қызымыздан ортаға шығамын. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I don't stop. Ooh, you make me wanna cry. Алғамда әлпені қысылып қарайын әрттерді. Мені жұмақ қол қалармыда сазынымын алып берді. Кегенге ағаш мектепке бермешке тәуіпті. Ормызға сиектекті бермешке алыпты. Ормызға сиектекті оқыда әліппен алды. Үйетті бізді әліппе қылы екі делбес әліппе сөз сеуға әтте қайық болды әліптер. Білімге жолды бастаған әліппе саған ауыз, оқыды оран тастаған әліппе саған ауыз. Құс бол, құтты әліппе көп нәрсені үйретті. Таныстырып әліппен тақылдатып сөйлетті. Шыт толы әліппе, нау айбат әліппе, балық ілімнің әжесі осы әліппе. Әліппе таңғы жоласқан, жаңадан пәнде жалғасқан. Әліппе сырын ұқтырған рахмет ұстаз алғашқы. Келгенімде артына қызыл арай гүл алды. Жақындаттым өзіме, шәкіртім де қуанып, сипадым да басынан, әліппені ұсындым. Қош бол мен қасиетті әліппен, сен арқаң оқиға заламын, сауапты адам санатына кіргенім. Оқуда озат болған әнмен Изумруд қызымызды ортаға шақырамыз. Рахмет саған әліппе атты біздің хорымыз, иә бұл? Балалар, менің сендермен қоштасатын уақытым таяп қалды. Сендерге көп рахмет. Әрі қарай, балалар, өздеріңдей тәртіпті оқуға ынталы балалардың талабына қуанамын. Енді білімдеріңді жалғастырып, әрі қарай білімді болу үшін сендерді ана тілі кітабымен таныстырайын. Ана тілі, мұнда келші. Сәлеметсіздер ме балалар? Туған елдің тілімін, ақылымен таныламын. Түсіндірер бәріне ана тілі мен боламын.
Балалар, енді бұрынғыдан да тез оқитын боласыңдар. Ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсе үйренесіңдер. Ендеше, менің сендерге сұрағым бар. Біздің ақын, жазушы, ойшыл аталарымыз Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев. Осылар қандай өсиет қалып кетті? Кел балалар оқылып, оқығанда көңілге, ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылып, оқығанда көңілге, ықыласпен тоқылып. Сиса көйлек үстінде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлімдеп, бес нәрсеге қашып бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірін алдыңда, оған қарғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, енішек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбектерін ой, қанат рақым ойлап қой, бес асыл көнсеңіз. Әр сөзімді жаттаған, балалар үшін мақтанам, рахмет айтып шаттанам, риза болып аттанам. Оқумен өсіп толыңдар, аман есен болыңдар. Сауатты оқуларыңа ата-аналарына қосқан үлестері осы жерде мол. Кәне біз ата-аналарымызға рахмет айтайық та? Балаларыңыздың ең бірінші аттаған тақпағы кімнің есінде? Балаларыңыздың ең бірінші тақпағы жаттаған? Балабақшаға барған бар. Ана айтамын. Саламатсыздар ма? Менің балам ең бірінші жаттаған тақпақ бұл балабақшаға бармай тұрып, аю отыр партада. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты масқара. Ай отыбады, егі қалтада, апай сабақ сұраса, ұйықтап масқара. Жұма күнгі сабақ кестесі кімнің есінде? Жұма күнгі. Айтамын. Әліппе, жаратылыстану и дене шынықтыру. Математика жоқ, бірақ та білесің. Математика қабайды. Сабақта? Бейнелеу, әліппе бейнелеу. Төрт сабақ болды. Ортаға тұрыңыз. Керемет. Болды бір внимание. Керемет. Бүгін балалар қандай әріп оқып келді? Енді күнде әліппе деп дайындалып жатырық та, қандай әріп оқып келді? Дұрыс ке, шығу. Тез арада құрастырып шығу керексіздер. Үшеуіңіз, бірінші жаңа сіз шықтыңыз Дидар'ың мамасы? Екінші Алихан тез құралады, бір құралады. Ата-анамды көруге болдым аты, ата-анамды көруге болдым аты. Менің сүйіп тұлпар, қанбастан сұңқарым, туып өскен жерімге жеткіз мені тұлпар, ей тұлпарым. Ақ болсасын сүйреген қамшым қолда, жалықпайды серігіп ұзақ жолда, жалықпайды серігіп ұзақ жолда. Мынау біздер біздің әдейі қойған себебім елтаңба туы біздің рәміздерімізді әрқашанда есте сақтап, балаларға бұны үнемі ескертіп, жаңағы біздің рәміздеріміз туралы үнемі ескертіп, ұлттық рәміздерімізді ескертіп айтып жүру керекпіз. Екінші, әліппенің шығуы, бұл әліппенің пазлы шығуы бүгінгі күніміз бұл. Бүгінгі күніміз ертеңгі тарих дейді.
балалардың күнделікті есте қалуларына балалар бұл сыныпта құрап жүр негізі. Балалар осыған жақсы. Ал мынау үшінші қойғаным ана тілі. Құдай қаласа бүгін әліпбимен қоштасып жатырмыз. Жақын күндерде аяқтаймыз. Ана тілге уже алға шығамыз. Алға қадам, жаңа қадам деген ұғымды білдіреді. Отан туралы, ана тілі туралы. Ана тілден аламын, ақыл ойдан дананың. Ана тілі ардақты, ақ сүтіндей ананың. Өсірген ой білімді, сүйен туған тілімді. Мақсат етем әр тілдің, мәнін терен білуге. Ана тілдің ағын бұл. Жаттаттың түбетті, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті. Отан, тарих, отан тіл, жасаған жерің ер қалған. Отан өлкен, отан жер, көтерін көке елді ақын. Одан сен атанан, отан тосын бауырын. Олда өлкен астана, олда аудан ауылын. Біз үйден күнделікті баламызға көзіне қарап сөйлесеміз ба? Мен айтамын, кетте айтқам, күнделікті балаларына тілдесіңіздер, ақылдасыңыздар, өздеріне пікір қабылдауға үйретіңіздер дейік. Сол сияқты балалар тек қана сыныптағы балалар көзін ғана шығарып кетті. Өздеріңіздің көздеріңіз, балаларыңыздың көздеріңіз табысы, өздеріңіздің балалар. Мен енді 23-ның көзін түгел білем, еш жерде белгі қойған жоқпын. Мен балалардың бәрін көзін білем. Дидар мамасында тұрыстап, бәріңіз жарайсыздар. Сіз жарамайсыз. Сіз етке таба алмай қалдыңыз. Мынау енді балаларға кішігірім енді бізде диплом әліппені аяқтаған жайлы өздеріңізге естелік болады, Құдай қаласа. Ені бар ғаламның беташар әліпбиені табысы аяқтауымен құттықтаймын. Енді біз жаза білеміз. Әріпті қосып әріпке риза болып саған жүреміз, сүйекті біздің әліпбе деп тұрып, мына дипломды мен ілес жігерге ұсыным концерт күшті өткізсек сендерге сыйлық сыйлайын деген. Уәдемде тұрып жатыр, мен балалар ешқашан алдамаймын. Оқу қаламдары ұшқыр болсын деп әдейі. Барлығы не алатсағы, мына жерден Жұмахан районы келе ғой. Хан районы.